Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге балмұздақ туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Жаз мезгілімен бірге аңсатып күттіретін балмұздақты жақсы көрмейтін адам кемде-кем шығар. Оны жаста кәрі де алып жеп жүреді. Себебі ол ең дәмді де арзан тағамдардың бірі. Сонымен бірге сүт, кілегей тәрізді тағамдардан жасалғандықтан құрамында магний, кальций тағы басқа пайдалы заттар бар. Балмұздақ құрамы жөнінен бір-бірінен ерекшеленеді. Бір балмұздақты даярлауда таза кілегей қосылса, енді біріне құрғақ сүт пайдаланылады. Жидекті немесе жемісті балмұздақтарға табиғи бал шырын қосса, кейбіріне лимон қышқылы бар хош иістендіргіш араластырады. Ең дәмді пломбир балмұздағының калориясы көп. Себебі майлылығы 12-13%-дан 15-20%-ға дейінгілерінің құрамына көп жұмыртқа қосылады. Арықтағысы келетін не салауатты өмір салтын ұстанатындар бұл балмұздаққа жоламай қойғаны дұрыс. Диета ұстайтындар майлылығы 6-10% болатын классикалық кілегейлі балмұздақ таңдағаны жөн. Шоколад қосылған балмұздақ адамның қан қысымын қалыпқа түсіреді. Балмұздақ ағзаны салқындатып қана қоймай, қуаттандырады. Ең бастысы, балмұздақ стрессті басады. Балмұздақ құрамында сүт басым болғандықтан, сүт құрамындағы барлық пайдалы заттар балмұздақ құрамына да енеді. Балмұздақтың тәтті дәмі қуаныш гормоны серотонинді бөледі. Балмұздақ ағзаңызды пайдалы микроэлементтерге толықтырады. Балмұздақ сүйектерді нығайтуға көмектеседі. Кальций сүйек денсаулығын сақтау үшін денеге қажет ең маңызды минералдардың бірі. Бірақ бұл минералды организм өндірмейді. Яғни организмнің кальций қажеттілігін қанағаттандыру үшін кальцийге бай тағамдарды тұтыну қажет. Балмұздақ ол кальцийге толы. Кальцийдің көп мөлшері әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің ықтималдығын азайтады. Балмұздаққа қатысты ең дұрыс шешім ағзаға зиян келтірмеу үшін күн сайын жемеу керек. Құрамындағы сүтте бар пайдалы минералдарды ағзаға сіңіру үшін аптасына 2-3 рет жеудің өзі жеткілікті. Міне достар, менің сіздерге беретін ақпаратым осымен тамам. Егер де менің ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарың үшін рахмет.